Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерменен шоколадты торт дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге тортты дайындау үшін алдымен 340 грамм кілегейімізді оттың үстіне құйып, оған 130 грамм қара шоколадымызды қосып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Осындай болып ерігенше араластырып тұрамыз. Енді бұны холодильникке 5 сағатқа салып қоямыз. Біздің бисквитімізді дайындау үшін бізге мына заттар қажет болады. 180 грамм ұн, 160 грамм қант, 5 жұмыртқа, 60 грамм какао, 2 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасықтың 4/1 сода, 100 грамм сұйық май, 160 грамм ыстық су керек болады. Ыстық суымыздың үстіне 60 грамм какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оны суытуға жібереміз. Енді бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ақ уысына құм шекеріміздің жартысын салып, миксерлейміз. Осындай масса болып шығады, оны бөлек бір ыдысқа құямыз. Енді жұмыртқаның сарысын салып, қалған құм шекерімізді оған қосып, оны да миксерлейміз. Енді оның үстіне 100 грамм сұйық майымызды қосып, оны да миксерлейміз. Какаомызды қосамыз оның үстіне. Енді екеуін қосып араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышпенен содамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, астынан үстіне қарай араластырамыз массамызды. Осындай болып шығады. Енді формамыздың астын фольгаменен жақсылап орап бекітіп аламыз. Оған массамызды құйып, 150-160 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Ортасындағы ауаларын осылай шығарып аламыз. Бисквитіміз осылай пісіп шығады міне. Жұмсақ әдем болып. Енді холодильникке жіберген жаңағы шоколадымызды аламыз 5 сағаттан кейін. Оны жақсылап крем қылып миксерлейміз. Оның үстіне 50 грамм сахарный пудра қосамыз. Біздің ортасына жағатын креміміз дайын болды. Енді бисквитімізді формамыздан аламыз. Суығаннан кейін шығарамыз. Бисквитіміздің ортасын бөліп, біздің кремімізді осылай жағып шығамыз. Енді 180 грамм қара шоколадымызды ыстық буда осылай ертіп аламыз. Оның үстіне 25 грамм глюкоза қосамыз. Кондитерлік дүкендерде сатылады.
Бұл шоколадымыз қатты әдемі болу үшін осылай кішкене формасын ұстайды. Енді ыстық 70 грамм кілегейді құямыз. Отта ысытып аламыз. 70 грамм. Оны да жақсылап араластырамыз. Біздің шоколадымызды жақсылап ұстап тұру үшін глюкоза қосуымыз керек. Енді оған 80 грамм сары майымызды қосамыз. Бөлме температурасында болу керек. Біздің тортымыздың үстіне осылай құйып шығамыз. Холодильникке